Менің түсінген қарны тоқтар өзінің бауырластарының ертеңіне ешқандай алаңдамайды екен. Мынау қазір жүргізіп жатқан саясаттың қаншалықты ауыр салдары бар екеніне бас қатырмайды екен. Жылап жатқан жетім мен жесір, шындықты айтып шырылдаған қараша халықтың сотталып кетіп жатқаны, жалғыз пикетке шығып өз ойын айтқан, құқығы тапталып жатқан азаматтардың бәріне бұлай көз жұмып алады екен, болды, құлақ жауып алады екен бұлай. Мен өзім кішігірім кәсібім бар еді, оны тоқтаттым. Себебі мен 12% кездің өзінде зорға дегенде соған ілініп жүргім. Бір әйтеуір балдарды жұмыс істеп жатыр, отбасын асырап жатыр ғой деп солай жұмыс жасап жүргім. Енді өзімнің зияныма жұмыс істемеймін ғой менде. Ол 20% болатын болса, мен наоборот, мен өзімнің тапқан табысымнан және кредит алып, налогын төлеу керек болады да 20%. Сол себепті мен 10 отбасын жұмыстан босатуға мәжбүр болдым. Ол 10 отбасында 10 адам тұрмайды, оны білесіздер. Ол мен сияқты әшейін кішкентай кәсіпкердің мыңдап кездесетіні анық. Ал енді жаңа үкіметтің есебінен, бюджеттен айлық алып, жағдай дұрыс болып жатқандар жақсы, сіздер қазір үндемеңіздер. Біздің еліміз, жеріміз қаншалықты тоналып жатқаны, тіліміздің қаншалықты тапталып жатқаны, қит еткен қазақты қамап жатқаны ешқайсысы сіздерді алаңдатпайды. Жақсы. Бірақ сұрақ, қанша жыл солай отырасыздар, қанша жыл? Маған қызық болып тұрған сол да. Енді мысалы мынандай да, жануар деген өзі мынандай, ода ақыл болмайды. Оларда Алла тағалам ойлау қабілетін бермеген де, олар ақыл иелері емес. Ал адамға ақыл берген, сана берген, ойлануға. Былайша айтқанда, жануар сияқты өмір сүруді мықтап соған, сол позицияны ұстанбағандар қазір қарны тоқ болып отыр. Жақсы, енді ол менің айтып отқаным, кішкене қарны тоқ деп отқанда бір шіріп байып кеткен емес, сол 400-500 мың айлық алып кішкене сөйтіп отқан адамдар қазір тыныш отыра тұрайын деп отқандар дұрыс қой. Тыныш отыра беріңдер, бірақ ертең маңдай терлеріңмен тауып отқан ақшаларыңмен өсірген ұл мен қыздарың құл мен күң болғанда көресіңдер. Ертеңгі күн еш нәрсе, ешқандай амал істей алмайтын жағдайға жетеміз. Мысалы, біз зайырлы мемлекетте тұрамыз. Әр азаматтың құқығы бар. Өз ойын айтуға, көңілі толмайтын заңдармен жүргізіп жатқан осы саясат деуге де келмейді енді ол. Қанау тонау ғой халықты. Сол жағдаймен келіспейтіндіктерін айтамыз деп рұқсат сұраса әкімшіліктен оны бермейді. Біз сонда түсінбеймін. Ешнәрсе айта алмасақ, шындықты айта алмасақ, ешқандай шындықты айта алмаймыз, біріншіден. Екіншіден, бізге не істесе де мақұл дей береміз. Ертеңіміз не болады, оған алаңдауға болмайды. Біз жеке азамат ретінде құқығыңды пайдаланып, өз ойыңды айтып, ешқандай шығуға болмайды, үндемеуің керек, аузыңды жауып отыруың керек. Болды, аузыңды жауып отыруың керек. Қазір жүргізіліп жатқан саясаттардың шет жағасын айтып өтейінші, бізге ауыр салдар бар. Орыс тілін қорғау комитетін құрды. 99-да 9% қолдады соны депутаттардың. Бізге не керек бар онда депутаттардың, қуыршақ депутаттардың не керек бар? Елдің ертеңін ойламаса не ағып отыр олар? Олар не үшін осы елдің байлығымен 2 миллион ақша беріп оларды біз тайраңдатып қойымыз керек? Бізге керек емес ондай депутаттар, керек емес. Халықты ойламайтын, халықтың мүддесін ойламайтын, елдің келешегін ойламайтын бұндай депутаттар керек емес. Жағымпаз, патқалим, шындықты айтамайтын, отырған орнына лайық емес адамдар бізге керек емес, басшылар. Міне, қарны тоқтар, ертең 5 жыл отырасыңдар ма, солай 10 жыл отырасыңдар ма, көреміз. Қытайың бір жақтан, орысың бір жақтан итақта қысып, бұл қазір астыртын жүріп жатыр да, сендер ауыздарың ашылып отырсыңдар. Ана көттеріңнің астындағыны жұлып алып кеткен кезде, сол кезде көресіңдер. Қазір ешқандай әділдік жоқ билікте. Халықты да ойлап отқан жоқ.
келіссеңдер де келіспесеңдер де сол жағдай қазір. Сонда мен айтпасам, сен айтпасаң, сонда кім айтады оны? Құдай берген перзенттеріңді ертең қайтып асырайсың. Қайтып олардың жағдайына қиналып отқанда қазір жетісіп отқан жоқпыз. Ертең 10 жылда Алла біледі қай уақытқа дейін бұлай баратынымыз ел болып. Ертең бодан болып кетеміз бір елдің. Сонда көресіңдер. Мен мысалы, әшейін қарапайым нәрсе, мен өзімнің кәсібімде 3 жыл жұмыс жасадым. 3 жыл. 3 жылда не жетістікке жеттім. Қазір мен қыңсылап берді еш нәрсе айтпаймын. Бірақ мен құр жүйкемді тоздырдым. Бірақ бір қуанатын жағдай, 10 шақты отбасы бала шағасын асырады. Содан күнін көрді әйтеуір. Енді мен жұмысымды тоқтаттым. Мен енді налог төлемейтін жұмыс істеймін. Ешқандай бір тиын налог төлемейтін жұмыс істеймін. Бұл арам тамақтарды асырағанша мен есептеңіз. Мен жылына 24-25 миллион налог беремін. Ал сол ақшаны осы үкімет енді бастап жатқан кәсіпкерлер осылардың жағдайын жасайық. Осылар ертең бірнеше адамды бизнесін кеңейтсе, дамытса, пәленбай адам жұмысқа алады. Осы қоғамда болып жатқан жетіспеушілік осындай нәрселерді қолға алып, бәрін дамытса, ауыл шаруашылығы болсын, басқа болсын. Барлық саланы қысып тастады. Шетелдік компаниялар кіреді, ауыл шаруашылығына шетелдік компаниялар кіреді. Кез келген саланың бәрін Қытай мен орыстың бизнесмендерімен, кәсіпкерлерімен, ауыл шаруашылығы болсын, өнімдері болсын, барлығын дерлік бізді тығырыққа тіреп тастайды. Біз кішкентаяқпыз ғой, біз конкуренцияға шыдай алмаймыз, үкімет қолдамаса. Ал осының бәрін көріп біле тұрып, беттерің былшиып, араларында бәріңізге емес, әрине кешіріңіздер, араларында отыр сол шүкірбайлар. Олар шүкір деген сөз Аллаға шүкірлік қылу ғой, оны да білмейді олар. Сол жаңағы табақты босатып, туалетке барып, ішін босатып, сол бала тудырып жүре берсе болды. Бірақ ол сол туылған баланың ертең Құдай берген баланың тағдыры болған қызық емес та. Главный өз ертең жаңағыдай өмірін сүріп өтсе болды. Бала шағасы не болса болсын. Бәрібір. Сенің ана тіліңе, сенің жер байлықтарыңа, барлығына шабуыл жасалып жатқан кезде сен осылай айтып отыра берсең, ертең 5 жылдан кейін де біз көріп жатқан жағдайды көресіңдер. Болмасам 10 жылдан кейін, 10 жылға жете алсақ егер Құдай жеткізіп. Біз бейбіт түрде өзімізге таңдауымызды жасауға бізге шектеу қойып тастаған үкімет. Біз былайша айтқанда үлкен түрмеде өмір сүріп жатырмыз қазір. Қыңқ десең болды, жүгіріп келеді. Қыңқ десең болды, жүгіріп келеді. Керек емес бізге, бұндай басшылар керек емес. Бізге елдің ертеңін ойлайтын, елдің мүддесіне жұмыс істейтін, заң шығарып, елдің экономикасын көтеретін жолдарды, шетелдік стандарттарды бергенше, шетелдік стандарттарды әкеліңдер, экономикасын көтеріңдер, халықтың жағдайын көтеріңдер, елмен санасыңдар, халық не деп жатыр, құлақ тұрыңдар. Сонда отырған 100 адам, айналдырған саусақпен санайтын адам, жоғарыдағы солар ақылды да, сонда бүкіл Қазақстан ақымақ болсын да? Жоқ. Енді халықтың жоғалтатын ештеңесі қалмаған сияқты өзі. Осы әлеуметтік желілерді қарап отырам ғой, жаңа эфирлерде ше. Ашынып отқан бір халық. Оны мен айтпасам да өздері бәрі біледі. Сол жерде жаңа ішкі істер органдарының адамдары да келіп сол эфирлерге кіреді, қорқытады, үркітеді. Бірақ нормальный диалогқа келмейді. Сепаратистер отыр ішінде, жаңа Россияның жалауын қойып қойған Қазақстан азаматы. Ол деген дұрыс емес, ол дұрыс саясат жүргізіп жатқан жоқ. Мен басқа ұлттардың ешқайсысына мен қарсы емеспін. Осы жерде туып өсті, осы жерде кез келгені өмір сүре берсін. Қазақпыз, қонақжай, мейірбан халықпыз. Бізге тиіспесе, біз ешкімге тиіспейміз. Бірге осы олармен өмір сүруге біз ешқандай қарсылығымыз жоқ. Бірақ біздің бір нәрсе, біздің елдің ертеңі бірінші очередте тұру керек. Бірінші очередте. Елдің ертеңі болса, біздің ұрпағымыздың ертеңі болады. Бастарың салбырап, тамақ ішіп туалетке барып, іш босатқаннан басқа да өмір бар екенін ұмытпаңдар, жігіттер. Біздің күшіміз, біздің үніміз мынау жұдырықтай жұмылған кезде ғана болады. Жұдырықтай жұмылған кезде, сол кезде ғана біз ел боламыз. Біз бейбіт түрде талап етуіміз керек, өзіміздің құқығымызды. Мына жердің байлығы Құдай берген. Содан өзіміздің үлесіміз болу керек. Бізді итпен құс кеп басқармау керек. Біздің Құдай берген ырзығымызды итпен құсқа шашпау керек. Бауырлар, өзіміздің үлесімізді, өзімізге керек нәрсені, өзіміздің ертеңімізді біз ойламасақ, біз үшін ешкім ойламайды. Көздеріңді ашыңдар,
бастарыңды салбыратып, қарындарыңды қампитып, 5 күн қарын тойғанына мәз болып жүре бермей. Неге біз құқығымызды талап ете алмаймыз? Біз не үшін? Заңды түрде. Сендердің осындай көпшіліктің немұрайдылығынан осының бәрі.